Құрметті мұнайлы ауданы жастары, бүгін жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен жастарға кеңес жобасы айдарында бізде мұнайлы ауданының тұрғыны Жүнісова Мадина ханымның шаңырағында. Бүгін біз әртүрлі сабын жасаудың әдістерін үйренетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал құрметті Мадина ханым, бүгін сіздің шаңырағыңызға қош келдік. Бүгін біз сіздің әртүрлі сабындарыңызды үйренетін боламыз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Добрый день, меня зовут Мадина. Мыловарением я начала заниматься 3 года назад. Все началось с мыла, которое я приобрела на 8 марта у мыловаров с города Актау. Тогда я не думала, что мыло может быть таким красивым, не просто полезным, необходимым для чистоты, но также эстетически красивым. Потом в интернете я начала искать информацию, начала закупать материал, который у нас в городе Актау не продается. Весь материал мы закупаем с города Алматы или Астаны. Мыльную основу мы закупаем российскую. Так я начала потихонечку заниматься мыловарением для себя. Это было хобби. Так как я была в декретном отпуске, мне было скучно, я решила заняться просто для себя. Это было хобби. Потом мое хобби переросло в небольшую такую вот цыганское радио. У нас на Мангышлаке любят друг другу рассказывать, что Мадина варит мыло. И так мое мыло начало покупаться. Для мыловарения в первую очередь нужна основа. Основа бывает двух видов. Это прозрачная основа и белая основа. Вот так вот я готовлюсь к своей работе. То есть всю основу нужно порезать на мелкие кусочки, чтобы она быстрее растворилась. Дальше для работы нам нужны отдушки. Отдушки, то есть это чем будет пахнуть ваше мыло. Отдушки бывают разные ароматы. Вот здесь вот перед вами смородина, клубника, дыня, французская ваниль. Очень много ароматов, которые мы используем в работе. И обязательно красители. Красители, то есть какого цвета будет ваше мыло. Красители все на пищевой основе, то есть они безопасны также для детей. И натуральное мы сегодня будем делать мыло с натуральным кофе. Getting heavy. I know if I fuck us up, we'll be overdone. You'll forget me. I'm feeling bad that I act this way cause you let me. They call me king, but I know my queen will be there to check me. Last year was running around 45th looking for Soho. Last night was riding down Rodeo looking for NoHo. It's crazy what can change in a year. Think that you know they'll go back and forth like a yo-yo. They live their life for the photos and see me, I'm acting solo cause I'm afraid to commit. Now can you tell me how I'm different than him? And him, yeah. I know I'm always questioning things like, girl, would you say that love cannot be found inside a vow or a ring? She laughs and says only material things. Those are material things. Imagine buying all my trust with a ring. Imagine spending all my love on a fling and a thing for you. If I had the talent you had, I probably would sing for you like I'm out of my head, out of my mind, why? If you let me, I'll be out my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Yeah. I don't mean to make you wait or to contemplate about us. My ex, she loved to lie, guess that's why it's harder to trust. I've been searching to find myself and not get too lost in the lust. I heard once that you could try but can't fill from an empty cup, that's no lie. And all I ever say is how I need time. If it was up to you now, you would be mine. I'm on a roll more than I'm home, and still I find it's only you on my mind. The last 3 were Gemini. I take that shit as a sign, it's funny. You can't buy time with your money. And you love going to the beach, whether it's cloudy or sunny. And you love drinking all your wine until it hurts in your tummy.
back roads, driving back to my side of state. I know I need to tell you I care before it's too late. Before someone steps to the plate, before you decide not to wait, before you decide not to chase, till you call me up just to say I'm out of my head, out of my mind. If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. I'll bet you're not down. It feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head, into your arms tonight, Сонымен қатар Мадина ханым сабын жасаумен айналыспай қоймай, мына жерде бізде әртүрлі қолөнермен айналысады екен. Мінекей, Қытай қыздарға арналған осындай брошкалар, моншақтар, білезіктер, әртүрлі бұйымдарға көптеген уақыт қажет. Әртүрлі жасалынған, әртүрлі жолдарда жасалынған бұйымдар. Мысалға, мына жерде ала кетсек, мына картинкаға, мысалға, Мадина ханымның бұл картинканы мозаика деп аталады. Бұл картинка осыған кем дегенде бір 2 жыл уақыт кеткен. Осыны құрастыру үшін мен осындай әдемі бейне шыққан мозаика картинасы. Ал Мадина ханым, сізге көп рахмет. Осылай жастарға ақыл кеңесіңізбен сабынды қалай жасау керектігін үйреткеніңізге мұнда бір рахмет көп. Сізге әрқашанда жұмысыңызға табыс тілеймін. Әрдайым шын биіктерден көріне беріңіздер. Я благодарна, девочки, за нашу встречу. Сегодня провели очень позитивный день. Я желаю молодежи нашего Мангышлака, чтобы не опускались руки, чтобы всегда было вдохновение. Я сама местная мангышлакская, 40 лет уже живу здесь на станции Мангышлак. Обращайтесь, если нужна помощь. И вперед за вдохновением.